Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Балаларыңыз бірінші сыныпқа баратын болса, осылай өзіңіздің егов жеке кабинетіңізге кіресіз. Осы жерден қазақшамызға ауыстырып алайықшы. Білім деген жерге кіресіз. Орта білімді таңдайсыз. Бірінші сыныпқа баратын болса, мына жерде тұрады бірінші сыныпқа қабылдау үшін құжаттарды қабылдау деп бір сөз екі рет жазып қойыпты. Онлайн сұрауды басасыз. Осы кезде осындай беті ашылады. Енді сіздерге айтқым келгені мынау қай жаққа кетіп қалдық. Әр өңірді бөліп қойған. Мысалға, қазір 27 мамырдан бастап Астана қаласы, Абай облысы, Жетісу, Қызылорда, Батыс Қазақстан облыстары өтініш беріп бастап жатыр. Ал енді Алматы, Ақмола облысы, Ақтөбе облысы, Жамбыл, Шығыс Қазақстан облыстары 10 маусымнан, яғни бүгінгі күннен бастап берсе болады бірінші сыныпқа өтінімді. Алматы облысы, Қостанай облысы, Павлодар облысы, Атырау облысы және Шымкент қалалары 18 маусымнан бастап өтініш беруіне болады.